Біз бүгін чипсы жасайтын боламыз, яғни қытырлақ. Картошкамызды ашып, жұқа қылып тураймыз. Жұқа қылып, сосын 3-4 мәрте жуамыз, суы ақпақ болғанша. Сосын кейін 3-4 мәрте жуып, болғаннан кейін суын төгіп, құрғатамыз. Оның үстінен тұз сеуіп 5 минутқа қойып қоямыз. Оны араластырып 5 минутқа қойып қоямыз. 2 қасық саламыз. Сосын кейін араластырып 5 минутқа қойып қойғаннан кейін оның суын төгіп, крахмалы кеткенше төгіп, сосын кейін біз оны кептіреміз. Міне кептіреміз. Кептіргеннен кейін бумагамен кептіреміз. Сосын үстінен крахмал себеміз. Крахмал сеуіп болған соң қызыл болғанша қуырамыз. Чипсымыз өте дәмді, қытырлақ.